Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен өте жеңіл әрі оңай дайындалатын кешкі ас рецептімен бөліскім келеді. Менің каналыма тіркеліп отырыңыздар, өз пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Бізге қажетті заттар описание бөлімінде жазылып тұр. Ал ендеше бастаймыз. Қызып тұрған қазанымызға сұйық майымызды құйып, етімізді кішкене қуырып аламыз. Етіміздің кез келген түрі болады. Менде жылқының еті. Кішкене қуырылғаннан кейін 3-4 дана сарымсақ саламыз. Оның үстіне пияз рет-ретімен сәбіз, картоп салатын боламыз. Әрқайсысын 3-4 минуттай қуырамыз. Картоп салған кезде өте көп қуыруға болмайды, себебі езіліп кетеді. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай сәбізді қуырып алдым. Оның үстіне картоп және де томат пастасын салдым. 3-4 минут қуырылғаннан кейін оның үстіне қызанақ салып қуыратын боламын. Қызанақ менде бір ғана дана. Және де дәмдеуіштерімізді салып, үстіне су құямыз. Судың көлемі өте көп болмау қажет. Бетіне батып тұрғанша ғана құятын боламыз. Гарнирге менде макарон өнімін салатын боламын. Спираль тәріздес, ол өте дәмді болып шығады, және де бірінші сорттан жасалғандықтан езілмейді. Қайнап тұрған суымызға макарон өнімін салып, 4-5 минутта қайнатамыз. Қайнап болған макаронымызды кішкене мұздай суға салып аламыз. Мінекей дайын болды гарниріміз. Гарнирді астына ең үстіне подлив саламыз. Жасалу жолы өте оңай, әрі дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, отбасыларыңызды қуантады деген үміттемін. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше.